Қиын таңдау. Мен Моллиді қалдырсам, ол ренжейді. Ал Шоқты қалдырсам, ол ашуланады. Енді Моллиді ал, Шоқты ал. Мен қазір аштан өлем. Балалар, біз кеттік. Әке, мен шайға кімді шақырарымды білмеймін. Сен таңдама, бәрін шақыр. Керемет идея. Балалар, томпаққа қарап қойыңдар. Оны жалғыз қалдырмаңдар. Көп болады. Мен балаларға қарап үйреніп қалғам. Мен күні бойы ойнаймын. Сау болыңдар, балалар. Сау болыңдар, балалар. Шай миссиясына дайынбыз. Сен біреуді күттің бе? Жоқ. Сәлем, Шмяк. Кити, дайынсың ба? Иә. Серуеніміз жайлы ұмыттың ба? Біз баяғыда келістік қой. Жоқ, бол сен. Пикник туралы ұмыттың ғой. Сэндвичсіз болмайды. Иә, сенікі дұрыс. Күте тұр, мен бірден қайтам. Құлақ пен құйрық, мен мүлдем ұмытып кеттім. Оны мен бір күн өткізуге уәде бердім ғой. Амал жоқ, барлығынан бас тарту керек. Кити мені жек көріп кетеді. Мүмкін шайдан бас тарту керек шығар. Шмякпен тағы да ойнаймын. Шай ішеміз, ірімшікпен сөйлесеміз. Онда томпақ ашуланады, біз оны тастамаймыз деп уәде бердік қой. Ал мен ойлап таптым. Сен Кити және томпақпен бір уақытта болуың керек, ешкім ренжімейді. Бір уақытта, бірақ қалай? Жақсы есептеу мүмкін емес, ештеңе жоқ. Қанеки, астан алыңдар. Нан мен ірімшік майы. Ал Молли үшін ащы бұрышпен. Оның жақсы көретіні. Ай, қиындық болып қалды. Бізде Соти үшін сэндвич жоқ. Шмяк, көмектес. Мен әкелем. Қажет емес. Молли бөлсет. Не дедің? Бұрыш ұнамай ма? Қалай солай? Ештеңе. Шмяк саған басқа тамақ дайындайды. Дұрыс па, Шмяк? Иә. Күте тұр. Молли де бұрыштан шаршады. Ол Шмяктан сэндвич сұрап жатыр. Жарайды. Шмяктың қос сэндвичтері қабылданды. Керемет, дайынсың ба? Жарайды, кеттік. Кім бірінші келеді, сол жеңет. Мысықтарды қума. Ойын алаңына барайықшы. Алдымызда бір күн бар. Мүмкін, қажет емес шығар. Пикникке бармаймыз ба? Және сэндвичтер. Біз оны кейінірек жей аламыз. Кеттік. Алақай. Қорқынышты. Сушкім кеп тұр. Мен де, білесің бе, дүкенде жаңа лимонад бар. Осы жерде тұр, мен әкелем. Иә, дұрыс айтасың. Томпақтың шайы өте дәмді. Иә, өте дәмді. Тағы бір кесе. Шмяк қайда? Сэндвичтер күтіп тұр. Мен оны іздеп келейін. Керек емес. Мен үндемеуім керек еді, бірақ Шмяк тосын сый дайындап жатыр. Қандай тосын сый? Мен үшін бе? Тамаша. Қандай? Бұл тосын сый ғой. Өтінем, айтшы.
айтайын? Не айтайын? Менің тосын сыйым жайлы. Сенің тосын сыйың? Өзің де білесің ғой, Шмяк. Томпаққа тосын сый. Я, анау тосын сыйыма. Неліктен сенің басыңда дулыға бар? Бұл тосын сый үшін ғой. Каскадерлік шоудың уақыты келді. Бір түрлі тосын сый екен. Не айтып тұрсың, керсінше? Шай уақытындағы шоудан артық ештеңе жоқ. Томпақ, Молли, Шоқ, арена патшалары Шмяк пен Чизгейкке жол беріңдер. Ой! Та-дам! Браво! Өте күлкілі. Шмяк! Сен естідің бе? Сені біреу шақырып жатыр. Елестетіп тұрсың ғой, мен естіген жоқпын. Мүмкін жасырынбақ ойнармыз. Бірақ, сэндвичтер. Олар үшін тәбетімізді ашайық. Келіңдер, мен жүргізем. Жасырын. 1, 2. Кейти мені күтіп тұр. Дүрбедеңсіз. Менде бір идея бар. Менің артымнан ер. Мына телефонды ал. Сонда Томпақ сенің әлі үйде екеніңді шешет. Сен онымен сөйлесе жүріп, Кейтимен бірге серуендейсің. Бесті кел. Мен шатасып кеттім, басынан бастаймын. 1, 2, 3. Шмяк, сен неге мұндасың? Сен іздеп шаршадым. Мен лимонадқа бардым. Дүкенде бітіп қалыпты. Енді лимонадың қайда? Міне ғой, бөтелкелеріміз көп. 5, 6. Бізге біреу жеткілікті. 7, 8, 9, 10 келе жатырмын. Томпақ, сен қайдасың? Мен сені көріп тұрмын. Я, мен де сені көріп тұрмын, Шмяк. Мен дәл сенің қарсы алдыңдамын. Мен де сардина, ал сені кіше? Өзіңмен не алып шықтың? Мен... бұрышпен. Томпақ, сен қайдасың? Астық, күйдіріп барад. Я, Шмяк, дұрыс айтасың. Суық емес. Томпақ осы жерде сияқты. Ай, лимонад тездетіңдер. Шмяк қайда? Алдымен күйдірет, сосын дәмін көресің бе? Рахмет, қажет емес. Сен мені тастап кеттің деп ойладым. Кім, мен бе? Ешқашан. Шмяк! Дабыл! Ой! Ой! Үйге кететін уақыт болды ғой, солай ма? Бірақ біз тамақшы болған жоқпыз. Томпақ, қандай тосын сый? Өтірікші! Жасырынбақ болғанда үйде іздеу керек. Жасырынбақ? Сен Моллидің сэндвичін алдың ба? Жоқ, мүлде олай емес, кешір, Кейти. Не болды, Кейти? Шмяк, бұл нені білдірет? Я, Шмяк, не болды? Кешіріңдер, жай ғана. Мен ойнаймын деп уәде бердім. Бірақ велосипед тебуге уәде бергенімді мүлдем ұмытып кеттім. Сендерді ренжіткім келмеді. Мен барлық жерге үлгергім келді. Бірақ үлгермедім. Шмяк, маған айтпадың ба? Мен ренжімес едім. Шынымен бе? Мен де, Шмяк, мен ренжімейм. Сендер сондай мейірімдісіңдер. Мен де Молли мен Шоқтың арасында таңдай алмадым. Бүгін сен Томпақпен ойна, ал біз ертең серуендеуге барамыз.
Күте тұр, менде бір идея бар. Көлге кім соңғы жетеді, сол ұлу. Ха! Ие! Біз келе жатырмыз. Фильм CLS Media тапсырысы бойынша аударылып дыбысталды. 2023. Ие! Біз келе жатырмыз. Фильм Мяукала қазнасы. Бұл қирандыларда қазына жасырылған, Шмяк мырза. Қорықпаңыз, ханым, мен бірінші барам. Бұл джунглиде қауіп бар. Иә. Ой. Годзилла! Назар аударыңыз, кім аранжат қалайда? Шоқ, бұл марғаулар үшін. Біз саяхаттап жатырмыз. Біз джунглиден қазына іздейміз. Нағыз қазына туралы білесіңдер ме? Шынымен бе? Шынымен бе? Ежелгі уақытта атаңызға айналған мама балық пен Лили Пилигрим қазынаны саябақта жасырды. Охо, біз оны тез табамыз. Дәл солай. Жүгір! Тез табуларыңа тілектеспін. Лили Пилигримнен сәлем. Қазына туралы бірдеңе таптың ба? Жоқ, балық аналары жоқ. Мұның бәрі аңыз. Біздің саябақта қазына болса, ол әлде қашан табылар ек. Бірақ... Нашар, Китидің көңіл күйі түсіп кетті. Мүмкін өзіміз қазына жасап аламыз. Бұл идея. Тек анықтамалар ойлап табу керек. Ең биік биіктіктен секіргіш, тінтуірдің 100 қадаммен 2 табан бірінші нұсқаға дейін. Қалай қарайсың? Оның соңынан ер, және шегінбе. Қара, жіберіп алма. Алтын жолды. Бәрі дайын. Бар болған анықтамаларды орналастырып, кеудені жасыру ғана қалды. Батыл Кити, қазына күтіп тұр. Иә! 98, 99, 100. Оған біздің қазынамыз ұнайды деп үміттенем. Әрине. Қара, мен не таптым? Бұл кітапханада болды. Мяуғалада қазына бар. Мен оны білдім. Біз оны таба аламыз. Ең биіктіктен секіргіш жасау, тышқанның 100 қадамы және басқа 2 табан бірінші нұсқаға дейін. Үлкен биіктен. Қарға ұясы төбеде. Жүгірейік. Дайынсыңдар ма? Сізден кейін Батыл Кити. Мысық секрет.
Ал жүз тышқанның қадамы. О, мышабақ пен антетем шағалылар тасымыз дұрлап кетті. Мен қазір мысықтың жарталаң үшін тінтуірдің қадамын жасап, екесе 4-ке көбейту. 100. Сонымен мынау, міне, тышқанның 100 қадамы. Сенімсің бе? Үйе, мен тышқандар маманымын ғой. Қанекей келіңдер, тағы 2 табан. Хоп, хоп. Анау бұталардың ішінде. Таптым. Доп, фурболға? Ал мұның бәрі нені білдіреді? Екінші шумбақта не бар? Хей, шип! Қашып кетті. Тоқта, мұртыңды шұлып алам. Ештен етпейді, үлгіреміз. Мұны картасыз қалай жасауға болады? Ол бізге керек емес, жұмбақ есімде. Оның соңынан ер, қалып қалма. Доптың соңынан ер, бірақ қайда? Фурбол алаңы. Ізденістерің сәтті өтсін. Арамза. Қызық, дәл сенің телескопың сияқты. Олай емес, мынау бұл ұлы жұлдыз көрушінің телескопы, ірімшіктікі, ұлы саяхатшы. Егер солай болса, алтын жолды жіберіп алмау үшін сақ бол. Мен ештеңе көріп тұрған жоқпын. Қане мен? Не? Ана жерде шип болды. Солай ма шынымен бе? Қане, маған бет? Алтын жол. Қане барайық, біз саяхат іздеушілерміз. Естідің бе? Жоқ. Жүр, алға. Мен де саяхатшымын ғой. Ал жол қайда? Қызық, ол осында болып еді. Бәріне шип кінәлі. Сынған бұтақтар. Алаяқтың исі. Шип төменгі жақта. Қане? Жол іздеуші. Бірақ шип алға шығып кетті, сондықтан ол бірінші болып үлгереді. Бір ғана нәрсе қалды. Қазынамызды көшіру. Бірақ қалай? Егер олар бізді көрсе, тосынсый аяқталады ғой. Сондықтан ірімшіктің іске кірісетін уақыты келді. Жылдам тышқан. Джунгли арқылы үнсіз және жылдам сырғанайды. Оны ешкім де көрмейді. Естімейді де. Бәрі жақсы болады. Міне ол. Бұл біздің байлығымыз. Тиіспе. Шынымен бе? Алсаң алғаны. Шип қисық аяқ. Мен шмяк батал сені шақырам. Сен өзің қисықсың кішкентай. Мен саған көрсетем. Қазына қашып кетті. Не? Не? Көзім екеселеніп кетті. Мына бұталарда. Мұнда. Бұл не? Екі сандық? Мяуғала қазынасы шынайы. Сен шынайы дейсің бе? Менің қазынам. Бірақ ол қазына емес қой. Балаларға арналған ойыншық. Я, бұл менікі. Жел, менің ескі сүйікті үйрегім. Шмяк? Қазына жоқ деп ойлап едім, ал сен ренжідің. Сосын саған оны жасадым. Шынымен бе? Қане, екіншісін ашайық.
Иә. Бұл қазна емес. Бірақ бұл менің анам ғой. Не? Ана балық сенің анаң ба? Мә саған. Ал мынау миссис Мысықтың алқасы. Дұрысы, Лили Пилигрим. Бұл дегеніміз, аналарымыз бала кезден дос болған. Бұл қазна аналарымыз үшін өте маңызды болды. Енді Мяуградтың қазнасын қорғау кезегі бізде. Шип, не айтасың? Жарайды. Бірақ сендер ана балық есімі туралы ешкімге айтпайсыңдар. Ант етем. Ант етем. Мен шашыма бантик қойып жатырмын. Қолтаңба, батыл кеті. Ал мен доп салам. Қолтаңба, Шип, теңіздердің дауылы. Ал мен супер мысықтың суретін салам. Қолым Шмяк пен ірімшік. Яғни Шмяк батыл саяхатшы. Я. Кім ірімшікті қойды? Мен. Не? Жаңа жұмбақ, кейінгі ұрпақ үшін ғой. Иіске біздің байлығымыздан құрғалма. Қолы сыр ірімшік. Көздегі пиксель. Барс, футболда сәттілік. Мен сендерге медаль әкелем. Кешке кездескенше. Сонымен сурет немесе печенье. Шмяк. Охо! Ал, олар кет қалды ма? Біз қоса аламыз. Ірімшікті крак! Әйтеуір дегенде ойнаймыз. Мені ұмытпа. Милли, неліктен үйде қалуды шешкенің енді түсінікті болды. Барс әйтеуір консоль алуға келісті ғой. Иә. Қандай ойын? Ірімшікті крак. Берейін бе? Не? Маған мұндай ойындар қатты ұнай бермейді. Ойын керемет, қара. Қандай тез. Жақсы ойнап жатырсың. Абайла, ерген ірімшік. Алақай. Қызық екен. Тағы ойнасам бола ма? Әрине, бізде жеңілгенше ойнауға келсін бар. Менше. Охо, сен өте мықтасың. Жеңіс. Өте күшті. Бұл не? Шындық өте күшті. Мен ракформен ант етем. Шмяк, оян! Милли қайда? Ал консоль, ол қайда? Печенье ше? Печенье? Шмяк, бізге консоль керек. Бірақ Милли түстен кейінгі шайға әрқашан печенье пісіреді ғой. Қасиетті майшабақ, ол әлі де ойнап жатыр. Қандай сұмдық? Сенің күтушің, біздің көптен күткен ойынымызды албалда. Тыныш, мен мұны қалай тоқтату керектігін білем. Сальто, секір, айнал, Шмяк. Сәлем, Милли,
Дұрыс айттың, супер ойын, бірде-бір жеңіліс жоқ. Ірімшік тесіктері. Бірге сурет салайықшы. Мысалы, супер мысық. Кешір, мен әлемдік рекордты жаңартуға дайындалып жатырмын. Әлемдік рекорд? Шынымен бе? Бердім дейді ғой. Миллиар қашан сурет салуға келсетін, түстен кейінгі тағамдарға сардин печеньесін дайындайтын. Біз бәрін бұрынғы күйіне қайтаруымыз керек. Дұрыс, сонымен қатар енді ойын кезегі бізде. Біз тыйым салынған әдістерді қосамыз. 2 рет секіру, және 3 рет сальто. Үстел үстінде жасай алсаң, қағазға сурет салудың не қажеті бар? Қызыл түс. Сары. Ей, үстелді бірге бояғың келе ме? Бам, 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 бам. Бам, ба, бам, ба, бам. Бам, ба, бам, ба, бам. Иә, деңгей өтілді. 37-ші күтіп тұр. Ей, бірдеңе дедің бе, шмяк? Шула? Біз тұйыққа тірелдік. Ол ойынға байланып қалды. Мен берілмеймін. Ал енді үшесе кер айналу. Иә, жеңіз. Алло? Төмен қарама. Мен кіммен сөйлесіп тұрмын? Милли, сәлем, бұл Полли. Менің саған бір өтінішім бар. Өтініш пе? Иә, біз Барстың футбол добын ұмытып кеткен сияқтымыз. Шмяктың қорабында болу керек. Футбол добы дейсіз бе? Иә, бұл өте маңызды. Бар сонымен ғана ойнай алады. Құдайым-ай, өкінішті. Ештең етпейді. Жарайды, сау болыңыз, Полли. Жоқ, кетар. Полли, бұл сен бе? Я, мен жай ғана доппен тым ұзақ ойнадым. Өтінен баспалдаққа қарап көрші, мүмкін доп сонда домалап кеткен шығар. Қажет емес, біз допты тауып алдық, рахмет. Мені көт, ірімшік сарқырамаса? Шмяк! Ірімшік, алақай! Жарайсың! Ой-ой! Біліп едім. Ол қазір менің сазайымды береді. Шмяк! Мысықтың аяқтары! Бері кел! Ойынды қайтар! Сен жеткілік ойнадың ғой!
Шмяк! Ой-ой-ой-ой-ой! Ой! Ха! Мен 78-ші деңгейден өткім келеді. Шмяк! Тез ғана лақтар! Қане, оны дереу қайтар, Шмяк. Мен әлі де рекордымды жаңартуым керек. Мөлшерімен бәрі жақсы ғой. Шмяк! Міне, кішкене қалған ет. Қалайсың, Шмяк? Әзірге бәрі дұрыс. Шмяк! Қорқып қалдым ғой. Ой, кешір мені. Қалайша мен уәде берем. Мен ойнауды доғарам. Енді үйге ме? Мен печенье қалайым, сен ше? Ай-я! Шмяк! Бірақ сен керемет ойнайсың. Қайта жасамайтыныңа сенімдісің бе? Бұл қауіпті, керек емес. Мен тіпті алмаймын да. Жарайды. Бірақ бұл саған қарауға және маған кеңес беруге кедергі болмайды ғой. Мәне, дайын болды. Тамаша. Печенье дайын. Мяу-мяу. Ірімшік, сен рекорд жаңарттың ба? Қорылдаудан болмаса. Фильм CLS Media тапсырысы бойынша аударылып дыбысталды. 2023 жыл.